жат ерлерде менің ұлымды көрмедің бе? Ұлыңды көрдім. Бірақ... Не бірақ? Каруан басы? Айта бер. Айралыққа қонған басым бәріне де төтепкі береді. Ұлыңыз өз тілін ұмытып үлгерген. Не дейсің? Өз тілін ұмытқан? Перзентіңіз... Яқ. Ол енді менің перзентім емес. Тілін ұмытқаны, елін ұмытқаны. Елін ұмытқаны, мені ұмытқаны. Ана тілім, сен басқадан айырман. Сен тұрғанда мен де дәуір шайырман. Сонша қатал сүргінлерге жоғалмай, бұл күндерге қайтман. Жырау сені бәйгатындай баплаған, шешен дауда шыңлап сені таплаған. Алпамыслар ұран етіп ұрыста, ердақ сені ұран етіп саплаған. Таллар сонша ескенін көрдім, сеннен шөл самалы ескенін көрдім. Қара үйде Пушкин менен Бердақтың Қарақалпақша сәулеттескенін көрдім. Мен теңеймен сені жеген наныма, уызбенен рухым сіңген қаныма. Ес білгелі тіл жатырқап көрмедім, бірақ сен дым жақын санау жаныма. Милли ғаризсіздігіміздің шарапаты менен 1989 жылы 1 декабрьде республикамызда Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілді. Сол күннен бастап барлық мектеп, академиялық лицей, колледж һәм жоғары оқу орындарында бұл сәне жоғары көтерілдік жағдайында белгіленеді. Балам, қалай? Жақсы білім ала алдың ба? Ава, апа. Ұстазларым жүдә талы білім адамлар екен. Уай бәрекелла. Онда мен сенен имтихан аламын. Ау, апа. Ол жақта мен жүдә бір талы білім адамларға имтихан тапсырып келгенмін ғой. Енді маған имтихан тапсырасың. Қане балам, жазуға қағаздарың таярла. Хәзір шыраны өшіремін. Сен маған ана тілім сен басқадан айырмам деп жазып бер. Ау, апа, қараңғыда қалай жазаман? Әне балам, мен сол жағын сынап көрмекшімін. Апа, мен тайымман. Еле жақсы тәлім ала алмаған екенсің, балам. Ау, апа, қараңғыда енді бұннан артық. Яқ, балам. Жақсы тәлім алған шәкірт көзін жұмып отырып тасқа басқандай етіп жазалады. Ау, онда енді не қыламан, апа? Медресеңе қайт барасың. Менің айтқанларымды ұстазларыңа айт. Түсіндім, апа. Жаңылтпаш. Балалар дұрыс сөйлеу мақсатында жаңылтпашлар айтсады. Балалардың тілін жаттықтыруда, ойын өсіруде,
Әсіресе ана тілін дұрыс үйренуде жаңылтпашлардың орны үлкен әһмиетке ие. Жұмбақ. Ол жас өспірімлердің ой өрісін кеңейтуге жәрдемлеседі. Дөңгелектегі табиғат құбылыстарын, әрекетті, затларды білуіне, жасырын астарлы сөзбенен ұқсату, салыстырулар арқылы тұрмысты үйренуге жәрдемлеседі. Төлебайдың төрт қызы тіртекелесіп баратыр, Еркебайдың екі қызы еркелесіп баратыр, Біркембайдың бір қызы мойын созып баратыр. Бұл жұмбақтың жуабы үйрегі. Жуап надырыс бұл жұмбақтың жуабы түйегі. Bundan тысқары, халықтың сөйлеу тілінде көп қолданатұғын тұжырымлы һәм кең ойды білдіретұғын көркем сөз һәм тіл өнерінің бір түрі мақыл мақаллар болып есептелінеді. Вазир, пәрманды естір. Құллық, қалайық, патшамыздың пәрманын естің. Әзір әр біріңіз бір-бір нақылдан айтып, патшамыздың алдынан өтесіз. Егерде кімде-кім нақыл айта алмасаңыз, онда сіздерді өлім жазасына бұйырамыз. Қане, баслаң! Екі кеменің басын ысылаған суға кетеді, шағым. Жер қатты болса, өгіз өгізден көреді. Ит жоқ жерде шошқа үреді, шауқым. Бар екелі, ит жоқ жерде шошқа үреді деген. Шауқым, бір қасық қанымнан кешің. Әзір бір нақыл ядыма түспей тұр. Вазир, жәллат дарға асылсын. Шауқым! 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 Ядыма түсті! Жәллат алып келің. Шауқым! Шауқым! Қане, söyle. Патшадан бұйрық болса, Бұқарадан не тұрыс деген. Шамасы bu нақылды өзің шығардың ғой. Ұлы шауқым, көптен қоян қашып құтылмас деген. Әлбетте, өзім шығардым. Барекелле. Вазир, бұғарыға менің атымнан зер шапан кигізің. Әсірлер бойы халық өреткен сөз ғазинесі болған ертек. Ертек айтып беру, аналар өз баласына қуанышы менен сүйінішін, поэтикалық сөз арқалы жырлап беру, бұлардың барлығы
til bilimin үйренуде тәлім тәрбиядағы әхмиеті оға да үлкен. Qatarından kim bulmayay, özümnün suyun abbağımay. Bilim бұл аққан бұлақ. Тіл болса, оны жөнелтуші арна. Солай екен, білім шәшмесінен су ішуге әммеде ақылы. Енді саған ашық жоллар, егер сенде қанша ілім, қандай шыңға шықсан дағы, тұмар болсын ана тілің. Жеті ықлым ар жағында, өз тіліңнің арын арла, мұқаддес тұр ана тілің, терең сінсін ол санаңа.